Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен профитроли эклер жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен 250 грамм суға шым-шым тұз саламыз. Бөлме температурасындағы сары май, ұнға қамыр қопсытқыш салып араластырып қоямыз. Сары майды суға салып отқа қоямыз. Астын жай осылай қайнай бастағанда ұнды електен өткізіп саламыз. Тез-тез араластырып тұруымыз керек. Жақсылап араластырамыз. Міне осылай. Енді қайтадан отқа қойып, үздіксіз араластырып отырамыз. Қамырымыздың дайын болғанын түбіне жабыса бастағанда, міне осылай әппақ болып қамырымыз жабыса бастайды. Сонда тестамыз дайын деген сөз. Міне осылай оттан өшіріп суытып аламыз. Суығаннан кейін жұмыртқасын бір-бірден салып, осылай тағы да араластырамыз. Басында қамырымыз бірікпей тұрған сияқты болып көрінгенмен, тоқтаусыз араластырып отырсаңыздар, біріге бастайды. Бұл жерде тек қана қолдың күші керек. Не қараңыздар, қамырымыз бірікті, бір келкі болды. Қамырының дайын болғанын қасықпен көтергенде осылай шайлап ағып тұруы керек. Енді кондитерлік мешокқа қамырын саламыз, эклерді құйып шығамыз. Менде осындай буфи-пайға арналған насадка. Егер сіздерде болмаса, мешоктың басын кесіп те жасай беруге болады. Профитролиді құямыз. Эклеріміз дайын болды. Мінекей қараңыздар, жеп-жеңіл. Ішіне крем салуға да болады, немесе осылай глазурмен сәндеуге, немесе сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Енді бұл өз қалауларыңызға байланысты. Мен осылай посыпкалармен әсемдеп шықтым. Эклердің қамыры қайнатпалы болғандықтан, қайнатпалы крем салсаңыздар да болады. Ол кремнің рецептісі осы YouTube каналымда бар, төменге сілтемесін қалдырамын. Міне профитроли да дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Эльмира. Астарыңыз дәмді болсын.